Сәлем оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз міне to be етістігін жалғастырамыз. 15-ші сабақ present simple to be. To be кезіндегі біз болымды сөйлемді бүгін екінші сабақ жалғастыратын боламыз. Бүгін біз міне өткен сабақта өткен болатынбыз, болу етістігі деген ол to be деген ол болу етістігі, яғни бір жерде болу немесе бір кейіпте болу, яғни іс қимыл етістік жоқ кезде біз осы to be етістігін қолданады екенбіз сөйлемдердің ішінде. Біз өткен жолы айтқан болатынбыз, мен бір жерде болатын болсам, ол I am деп айтамын. You, we, theyға a қосылады екен, he, she, itқа is қосылады екен, Ал енді бүгін біз осы I am қысқартылып айтқан кезде қалай болатынын үйренетін боламыз. Және есімдіктердің орнына басқа сөздер қолданған кезде қандай to be-дің қандай формасы қойылатынын бүгін үйренетін боламыз. Өткен жол айтқан болатынбыз, міне I am болған кезде бұны шетелдіктер көбінесе қысқартып айтады. Сол үшін біз I-ды M-мен бірге қосып айтамыз. Сол кезде A әрпі қысқартылып кетеді, сонда I'm болып кетеді. I'm. I am. Мысалы, I am a boy, I am a boy. Екеуі қысқартылған кезде осылай айтылады екен. You are. Қалай қысқартылады? You are қысқартылған кезде you, содан кейін апостроф қойылады екенді, A әрпі, бұл жерде де A әрпі қысқартылып қалады, сонда your, жаңа your деп, R әрпін естілетінде, сәл ғана естілетінде ғана айтамыз. You are, your. Сол сияқты. Тура солай. We are, оны қысқартқан кезде we're. Тура солай. We, апостроф, A әрпін алып тастаймыз да, we're. Содан кейін they қалай болады? Бұл да тура солай. They are қысқартылған кезде they, A-ді алып тастаймыз, there деген сияқты. Бірден осылай қысқартып айтып үйреніңдер. Себебі көп сөйлеген кезде осылай қысқартып айтып кетеді шетелдіктер. He is болады, He is қысқартылған кезде апостроф қойылады екен де, I әрпі қысқартылып қалады да, жай ғана his деп айта салады екенбіз. His деп айта саламыз. She's. Тура солай. She апостроф қойылады екен де, S қоса саламыз, сонда she's. It is қысқартылған кезде, қалай болады екен? It's. Не балалар, осылай үйреніп алыңыздар. Сөйлеген кезде, осылай he is, they are, we are, you are, I am деп айтпай, I'm, you're, we're, they're, he's, she's, it's. Жақсы ма? Осылай үйреніп алыңыздар. Ал енді, олай болса, бәрі түсінікті болса, бүгін бірінші мысалымыздан бастап жаза бастайық. Бірінші мысалымыз, мысалы өзіміздің атымызды айтқан кезде осы to be мен айтады екенбіз. Мысалы, мен айданамын. Сразу бірден қысқартып үйренейік, I'm айдана. I'm айдана. Енді қараңыздар. I'm айдана деп айтуға болады, мен айданамын деп айтуға болады. Және тағы да қалай айтуға болады? Менің атым айдана деп, менің атым айдана деп айтуға болады. Ол, мысалы, my name. Ол, енді қараңыздар. Мына жерде I қолданып тұр, Сол үшін бұл жерде біз не қойдық? M қойдық. Ал енді мына жерде есімдігіміз не? Есімдіктің орнына my name деген сөз келіп тұр. My name деген ол менің атым. Менің атым деген ол бөлек
бөлек нәрсе, иә? Ол мен емеспін, ол менің атым деген, яғни бір зат болып есептеледі. Сол үшін біз бір зат болып есептелінген үшін біз is-ді қоямыз. My name is Айдана деп айтамыз. Сонда, көрдіңіздер ме? I am Айдана, my name is Айдана. То есть, my name деген кезде m деп айтпаймыз. Себебі бұл жерде есімдік, бұл мен емес, ал менің атым Айдана, иә? Менің есімім Айдана. Мысалы, келесі, жасымызды айтқан кезде де осы to be етістігімен айтады екенбіз. Мысалы, менің жасым, өзімнің жасымды айтатын болса, мысалы, I am деп айтады екенбіз. I'm, мысалы, 9-да болсам, 9. Жай ғана I'm 9 деп айта саламын. Егер менің жасым 9-да деп толық айтқыларыңыз келсе, жақшаның ішіне жазып қойын, years old деп толық айтуымыз қажет. Years деп қана айтпаймыз, years old деп толық айту керек. Немесе жай ғана I'm 9 деп қана айта саламыз. Мен 9-дамын деп. Түсінікті ғой, иә? Ол 9-да десе, he is 9 деп айта саламыз. Қыз бала болса, she is 9 деп айта саламыз. Мен 9-дамын, I am 9. Содан кейін көп жағдайда бір жақтан, қай жақтан келгенсің деп сұраған кезде, қай жақтан боласың деген кезде, біз қалай жауап береді екенбіз, осы to be арқылы жауап береді екенбіз. Яғни, мен Қазақстаннанмын деп айтасыңдар, иә? Егер бір шетел жаққа барып атсаңдар, мен Қазақстаннанмын деп айту үшін I'm, яғни from деген ол бір жақтан дегенді білдіреді. Яғни, дан-ден, тан-тен деген жұрнақтар қосылған кезде осылай, иә? I'm from Қазақстан. I'm from Қазақстан. Мен Қазақстаннанмын деп дегенді. I'm Қазақстан деп айтпаймыз. I'm Қазақстан десек, ол мен Қазақстан деп қоламыз. Ал мен Қазақстаннанмын деген I'm from Қазақстан. Жақсы ма? Яғни, біз алдында to дегенді өткен болатымыз, иә? Go to деген. Go to деген, яғни бағыт-бағдарды білдіретін сөз болатын болса, from деген ол, наоборот, мына жақтан, қай жақтан келгеніңді, қай жақтан келе жатқанды, яғни арт жақтан, қай жақтан келе жатқанды білдіреді. From. I'm from Қазақстан. Мен Қазақстаннамын. Қазақстанның орнына қалаларды айтуға да болады. I'm from Алматы. I'm from Атырау деген сияқты қалаларды айтатын болсақ, мен Атырауданмын, мен Алматыданмын деп те айтуға келе береді екен. Енді сендер студентсіңдер деген қалай болады? Қысқартып айтқан кезде уже а деген айтылып кетті, иә? Студентсіңдер, students. Қараңыздар, біз алдында student деген ол жекеше түрі, студент, бірақ мына жерде you are деп, жаңағы сендер деп егер айтатын болсақ, онда студентсіңдер деп, students деп айтатын боламыз. Ал егер сен студентсің деп айтатын болсақ, онда мына жерге не деп қоямыз? Артикль қоямыз да, student деп айтамыз. Жақсы ма? Осыны шатастырмаңыздар. Бұл жерде қазір сендер студентсіңдер деген мағынаны білдіріп тұр. Сол үшін біз артикль алып тастаймыз. Студенттің соңына s әрпін қоямыз. Көпше түрге айналдыру үшін. Your students. Сендер студентсіңдер деген сияқты. Енді біз оқушылармыз. Оқушылар деген қалай болады екен? We're pupils. Біз оқушылармыз. We're pupils. Жақсы ма? Pupil деген оқушы. Яғни бір s алып тастайтын болсақ, бір ғана оқушы деп осылай айтуға болады. Pupils оқушылар. Осылай да айтуға болады. Біз үйдеміз. We're үйде дегенді біз білеміз, иә, уже at home. We're at home. Яғни біз қай жерде екенімізді білдіреді. We're at home. Қазір біз үйдеміз. Олар театрда. Олар
қысқартып айтамыз, they are деп жүрмейміз. They're театрда, at the theater. Олар театрда, they're at the theater. Олар театрда. Олар оқушылар. Олар оқушылар. They're pupils. They're pupils. Олар оқушылар. Жақсы ма? Келесі сөзіміз, ол оқушы. Енді оқушылар емес, оқушы деп айтамыз. Қысқартып айтқан кезде, қысқартпай айтқан кезде he is, қысқартып айтқан кезде his. His уже бір оқушы деп айтатын болғандықтан біз артикль қойып кетеміз. Енді қараңыздар, he is a pupil деп айтуға да болады, мынаның pupils'тың жекеше түрін алып he is a pupil деп те айтуға болады, ол оқушы деп, және school boy деп те айтуға болады. School boy. School boy ол оқушы. Яғни, мына pupil деген балалар, орысша айтқан кезде ол школьник дегенді білдіреді, школьник, школьники дегенді білдіреді, ал мынау school boy деген ол ученик деген, орысша айтқан кезде ученик деп аударуға болады. School boy, ученик. Қыз бала болатын болса, орысша айтқан кезде біз ученица деп айтамыз, ученица деп айтамыз. She's a school girl деп айтады екенбіз, ученица. He is a school boy, she is a school girl. Ученица бөлек, ученик бөлек. Ал pupil дегенді екеусінде де қолдана беруге болады. Яғни he is a pupil, she is a pupil деп те қолдануға болады. He is a school boy балаларға қолданады, she is a school girl ол қыздарға қолданады. Себебі мына жерде өзі де айтып тұр, мына жерде boy, мына жерде girl қыз деп тұр. Сол үшін біз ол қыз деп айтатын болсақ, басына міндетті түрде she деуіміз қойымыз керек, себебі she деген ол қыз балаларға айтылады, he ұл балаларға айтылады, он ана деген сияқты ғой, орыс тілін аударған кезде. Мысалы, ол 6-да жасын айтатын болсақ, he's жай ғана 6 деп айта саламыз. Егер ол 6 жаста деп толық айтқандарыңыз келсе, жаңа жоғары жақта көрсеттім, he is 6 years old деп толық айтады екенбіз. Ол дәрігер, осындай мамандықтарын айтқан кезде де осы to be етістігін қолданады екенбіз. Ол дәрігер. Міне, she is деп те не аламыз, бірақ қысқартқан кезде бізде қалай болады? She is a doctor. Балалар, артиклді ұмытпаймыз. Неменеге? Себебі доктор деген, дәрігер деген ол зат есім. Саналатын зат есім, бір зат есім болғандықтан біз алдына міндетті түрде артиклді қояды екен. She is a doctor. Келесі сөйлейміз. Бір зат немесе бір жан-жануар. Бұл қазіргі мысалымызда бір зат беріліп тұр. Сол затымыз мысалы столдың үстінде деп айтатын болсақ, ол затқа біз мынандай есімді қолданамыз. It's, бұл деген сияқты, бұл немесе ол деп қазақтарда айта береміз, затқа. Ол столдың үстінде. It's үстінде дегенде ол on дегенді білдіреді. Нақты бір белгілі бір столдың үстінде, кез келген столдың үстінде, нақты бір белгілі бір столдың үстінде, сол үшін the қойылады. On the table. On the table. It's on the table. Бұл, яғни ол столдың үстінде. Келесі, бұл менің итім. Яғни, it's, қысқартып айтамыз, it's, қараңыздар, it's my. Менің итім деген ол my деген сөз, my, менің, сенің, оның, олардың, сендердің деген осындай сөздер келген кезде балалар, есімдіктің екінші жағыма бұл, осындай есімдіктің екінші жағы келген кезде біз артиклді қажет етпейміз. Яғни it's my a dog деп айтпаймыз. Жай ғана бұл ит дейтін болсақ, it's a dog деп айтамыз. Себебі ол ит деген бір саналатын зат есім жатады, бірақ бұл менің итім дейтін болсақ, уже артикль қажет етпейді. It is my dog.
It's my dog деп қана айта саламыз. Жақсы ма? Соны ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар. Енді біз қысқартып үйрендік. Есімдіктерімізді қысқартып үйрендік. Міне I am деген I am болады екен. You are деген you're, we're, there, he's, she's, it's. Міне қысқартып үйрендік. Енді осы есімдіктердің орнына басқа сөздер келген кезде, басқа бір сөздер келген кезде ол көпше тұрма немесе жекеше тұрма, сол арқылы біз ажыратамыз да не қояды екенбіз? Is немесе are екеусін қояды екенбіз. Мысалы Айдана және мен магазиндеміз. Айдана және мен магазиндеміз. Қараңыздар. Айдана and I. Қараңыздар, біз алдында мына жақта I деген кезде M қоятынбыз, M қоятынбыз. Мына жерде енді қараңыздар, Айдана and I. Яғни біз қай жерде екенімізді айтайын деп тұрмыз, Біз қай жерде екенімізді айтайын деп тұрмыз, яғни біз мына жерге to be етістігінің бір формасын қоюымыз қажет present simple'да, Қандайын қоямыз? M қоямыз ба, A қоямыз ба, is қоямыз ба? Қалай білеміз? Енді магазиннің ішінде кім? Айдана және мен. Бұл қанша адам? Бұл жеке бір адам емес, Бұл уже екі адам. Яғни бұл қай етісімдіктің орнына келіп тұр? Бұл мына we деген етістікке келіп тұр. We-дің ішінде ол немесе бірнеше адам бар, және оның ішінде сен өзің барсың, яғни мен бармын, Сол кезде біз we деп айтамыз, Өзің болып, тағы да бірнеше адам болса, біз оны біз деп айтамыз, we деп айтамыз. Тура мына жерде де көрдіңіздер ме? Айдана және мен. Яғни бұл жерде уже сен барсың, және тағы да бір адам бар. Сонда екі адамсыңдар да, бұл жерде уже екі адам болады да, бұл жерде көпше түр болады. Сол үшін біз M демес, A деген to be етістігін қоямыз. Айдана and I are магазинде, in the shop. In деген ішінде дегенде білдіреді. The деген нақты бір белгілі магазин, кез келген магазин емес, әйтеуір бір белгілі магазинде жүрсіңдер. Сол үшін Айдана and I are in the shop. Біз соның ішінде екенімізді білдіреді, яғни болып соның магазиннің ішінде жүргенімізді айтады. Түсінікті ғой, балалар? Мысалы, Дана and Айзере, Дана мен Айзере мектепте деп айтатын болсақ. Қараңыздар. Дана and Айзере. Дана and Айзере қандай қоямыз? Is қоямыз ба, A қоямыз ба? Бұл жерде екі адамның аты аталып тұр. Екі адам деген ол көпше тұр. Яғни ол үшін көпше тұр болса, біз не қоямыз? A деп қояды екенбіз. Балалар, қараңыздар. Осындай есімдіктің орнына басқа сөздер келген кезде біз қысқартпаймыз. Яғни толық жазамыз. A деп көрдіңіздер ме? Мына Айзереге қосып жібермейміз. Ол қате болады, жақсы ма? Біз қысқартамыз, тек қана мынандай есімдіктер келетін болса. I, you, we, they, he, she, it болған кезде ғана қысқартып бір-біріне қосып айтамыз. Ал олардың орнына басқа есімдіктер келсе, толық жазады екенбіз. Айдана and Айзере are at school. At school. Дана мен Айзере мектепте. Келесі мысалымыз, менің ата-анам кинода, немесе кинотеатрда немесе, My parents. My parents. Міне, өткен present simple етістік бар кезде біз осы нелерге қарап, мына сөздерге қарап, біз don't немесе doesn't немесе verb, жағына verb немесе verb қосу s екенін білу үшін біз алдыңғы нелерге қарайтымыз, сөздерге қарайтымыз, есімдігіміз, бастаушымыз қанша адам, көп адам ба немесе бір адам ба. Тура сол сияқты бұл жерде де. Көп адам болса are, бір адам болса, онда is болады. Тек қана өзім мен деп айтатын болсам ғана m болады екен. Сонымен my parents деген ол бізде көп адам, екі адам ғой. Екі адам ол көп адамға жатады. Сол үшін my parents are қай жерде дедік? Кинода дедік, at the cinema. At the cinema. My parents are at the cinema. Менің ата-анам кинотеатрда. Менің әкем
такси жүргізушісі. Яғни жаңа мамандықты айтатын болсақ, тоже осы to be-ді қолданамыз дедік, иә? My daddy. My daddy ол көп адам ба, бір адам ба? My daddy деген менің әкем, яғни бір адам, иә? Ол he-дің орнына келіп тұрған есімдік, сол үшін біз is қоямыз. He болған кезде біз is қоюшы едік қой, тура сол сияқты міне. My daddy болғандықтан, бір адам болғандықтан is қоямыз. My daddy is a такси жүргізуші дегенде ол бір зат есім саналатын, сол үшін артикль қоямыз. My daddy is a taxi driver. Менің әкем такси жүргізушісі. Келесі, мысалы, кейбір кезде есімдіктің орнына адамның аты келеді. Мысалы, Әсем менің әпкем деп айтатын болсақ. Әсем is, Әсем деген ол бір адам ғой. Бір адамның аты аталып тұр, сол үшін is қоямыз. Әсем is my sister. Әсем is my sister. Әсем менің әпкем. Келесі сөйлем. Джек менің жақын досым немесе жан досым. Джек бір адам, бір адам аталып тұр. Сол үшін біз is'ді қолданамыз. Яғни мына жерде Әсем деген ол қыздың аты, ол she'дің орнына келіп тұр. Джек деген олдың аты, ол he'дің орнына келіп тұр. Яғни Джек is менің жақын досым, my ең мықты деген, жақын деген, жан деген, ол жақсы, ең күшті деген, ол best деген сөз. My best friend. Jack is my best friend. Jack менің жан досым. Келесі, Анель өзінің бөлмесінде. Бұл мекен жайды білдіріп тұр. Адамның аты келіп тұр. Бір адамның аты келіп тұр, бір қыздың аты, сол үшін Анель is, яғни бөлмесінде деген in болады, яғни бөлмесінің ішінде, Анель. Анель is in, енді қараңыздар, бөлме деген room, яғни in room десек ол бөлмеде болады. Ал біз бөлмесінде деп тұрмыз, яғни кімнің бөлмесі ол? Ол Анельдің өзінің бөлмесі, яғни оныкі, оның бөлмесі. In her room. Біз оның деген өткен болатымыз, егер ұлдікі болса his болады, қыздікі болса her болады, оның деген сөз. Сонда Анель қыз бала болғандықтан Анель is in her room. Анель өзінің бөлмесінде, немесе бөлмесінде. Оның әкесі ұшқыш. Мысалы, оның әкесі, сол қыз баланың әкесі болса, мысалы, her болады, Оның әкесі, her daddy. Ер баланың әкесі болса, his daddy. His болған кезде, мұна hisбен шатастырмаңдар, Мұна жерде his деген ол, міне. His деген ол, he is деген қысқартылған. Егер ер баладан, мұна жерде his деген ол бөлек сөз, екеуі бірдей оқылғанымен екеуі бөлек сөз. Мұна жерде he is деген ол деген сөз, яғни ол алтыда дегенді білдіріп тұрса, мұна жерде his daddy оның әкесі болады. Оның әкесі his daddy a pilot. Pilot ұшқыш. Ұшқыш деген ол бір зат есім, сол үшін a pilot болады. His daddy, ұмытып кеттік. To be-ді ұмытып кеттік. His daddy бір адам ғой, оның әкесі бір адам. Сол үшін біз не қоямыз? Is қоямыз. His daddy is a pilot. Келесі. Оның анасы дәрігер. Енді қыз баланы алайық, Оның анасы, her mother, көп адам ба, бір адам ба? Біліп аламыз, бір адам, оның анасы деп тұрмыз, аналары деп тұрған жоқпыз. Сол үшін is болады. Her mother is a doctor. Артикль қоямыз, себебі бұл зат есім, дәрігер деген бір зат есім, a doctor. Her mother is a doctor. Оның анасы
дәрігер. Жасыл қаламсап партаның үстінде деген мысал келіп тұр, иә? Яғни, кез келген бір қаламсапты айтылып тұрған жоқпыз. Біз нақты бір қаламсап, иә? Біреу өзінің қаламсабын іздеп жүрсе, біз сол қаламсапты меңзеп айтқан кезде нақты бір белгілі болғандықтан біз the артиклін қоямыз алдына. The pen, иә? The pen жасыл қаламсап деді, иә? Алдына сын есімді қоямыз зат есімнің алдына. The green pen. The green pen is, иә? Неге is? Себебі green pen бір қаламсап, бір зат. Бұл it деген сөздің орнына келіп тұр. It деген есімдіктің орнына келіп тұр. Сол үшін is болады. The green pen is үстінде on, нақты бір партаның үстінде, the desk. The green pen is on the desk. Яғни жасыл қаламсап партаның үстінде. Енді соңғы мысалымыз аспан көк. Аспан көк. Осындай аспан, күн, жер деген сияқты осындай сондай бір әлемде басқа екіншісі жоқ, бірақ заттан тұратын осындай әлемдегі үлкен заттар тоже the арқылы жазылады екен. The sky. The sky қандай? The sky аспан біреу, сол үшін is қолданамыз. The sky is көк, blue. The sky is blue. Не балалар, осымен 25 сөзіміз аяқталды, сөйлеміміз. Бәрін бір қайталап шығайық. Қысқартқан кезде міне осылай болады. I am, your, we're, there, his, she's, its. I'm Айдана. My name is Айдана. Мен Айданамын, менің атым Айдана. I'm 9. Мен 9-дамын. I'm 9 years old. Мен 9 жастамын. I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннамын. You're students. Сендер студентсіңдер. We're pupils. Біз оқушыларымыз. We're at home. Біз үйдеміз. They're at the theater. Олар театрда. They're pupils. Олар оқушылар. He's a schoolboy. Ол оқушы. She's a schoolgirl. Ол оқушы. He's 6. Ол 6-да. She's a doctor. Ол дәрігер. It's on the table. Бұл столдың үстінде. It's my dog. Бұл менің итім. Айдана and I are in the shop. Айдана және мен магазиндеміз. Dana and Айзере are at school. Dana мен Айзере мектепте. My parents are at the cinema. Менің ата-анам кинотеатрда. My daddy is a taxi driver. Менің әкем такси жүргізушісі. Әсем is my sister. Әсем менің әпкем. Jack is my best friend. Jack менің жан досым. Anel is in her room. Anel өзінің бөлмесінде. His daddy is a pilot. Оның әкесі ұшқыш. Her mother is a doctor. Оның анасы дәрігер. The green pen is on the desk. Жасыл қаламсап партаның үстінде. The sky is blue. Аспан көк. Мінекей балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұйырса келесі сабағымызда біз болымсыз, осы to be етістігіне байланысты болымсыз сөйлемді үйренетін боламыз. Яғни мен дәрігер емеспін, мен 9-да емеспін деген сияқты, мен Америкадан емеспін деген сияқты болымсыз сөйлемді қалай құралатын үйренетін боламыз. Олай болса барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңдар.